Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы оң қолымда 5 саусақ, на правой руке 5 пальцев. Сегодня мы с вами будем проходить части тела. Внимательно слушаем новые слова и повторяем. Бас – голова, оң қол – правая рука, сол қол – левая рука. Оң аяқ – правая нога, сол аяқ – левая нога. Повторяем. Бас, оң қол, сол қол, оң аяқ, сол аяқ. Жақсы балалар. Енді екінші тапсырма 131 бет. Слушаем, повторяем, запоминаем. Бас – голова, құлақ – уши, көз – глаза, ауыз – рот, шаш – волосы, қас – брови, мұрын – нос. Теперь, ребята, давайте прочитаем вместе. Мынау бас, мынау құлақ, мынау көз, мынау ауыз, мынау шаш, мынау қас, мынау мұрын. Хорошо. Теперь, ребята, нарисуйте в тетради части лица по данному образцу. Ребята, после того, как закончите рисунок, сделайте разминку. Саусақтарды жинадық, оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. 5-ке дейін санадық, саусақтарды жинадық, оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь идем дальше. Төртінші тапсырма 131 бет. У вас дан диалог. Ребята, давайте вместе прочитаем данный диалог. Алмабек, мынау қай қол? Оң қол. Мынау қай қол? Сол қол. Оң қолыңда неше саусақ бар? 5 саусақ. Сол қолыңда неше саусақ бар? 5 саусақ. Қай қол, ребята, переводится какая рука, а неше саусақ, сколько пальцев. Теперь сами прочитайте диалог. Үй жұмысы. Балалар, үйде дәптер 26 бет. Жазу, оқулық 130-131 бетті оқу. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.